Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін хит болып жатқан маклюбет ыстық тағам түрін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Тамағымыз өте керемет, дәмді, тойымды болып шыққан. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңыршаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Ең алдымен сәбіздерімізді осылай дөңгелектеп, орташа қалыңдықта турап шығамыз. Мен 2 сәбізді турап алдым. Енді картоптарымызды осылай орташа қалыңдықта турап аламыз. Менікі ұсақ болғандықтан мен 5-6 штугын пайдаландым. Егер үлкен болса, 2-3 пайдалансаңыздар болады. Енді пияздарымызды да осылайдан дөңгелектеп турап аламыз. Еттерімізді де осындай үлкендіктерде турап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді жақсылап қуырып аламыз. Міне суы шыға бастайды өзінің, ары қарай бетін жауып тағы да қуырып аламыз. Етіміздің суы тартылғанша қуырып алдық, дәміне қарай тұз саламыз. Одан кейін үстіне жарты кәседей ғана су құйып, етімізді піскенше өйстіп бетін жауып пісіріп аламыз. Піскен еттерімізді осылайынан бөлек ыдысқа салып аламыз. Қызып тұрған майымызға сәбіздерімізді екі жағын аударып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып алған сәбіздерімізді осылайынан бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді картоптарымызды екі жағын қызартып қуырып аламыз. Қуырып алған картоптарымызды бөлек ыдысқа салып алып, қалған картоптарымызды дәл солай қуырып аламыз. Енді майымызды азайтып, үстіне күріштерімізді қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Жақсылап осылайна қуырып аламыз. Араластырып отырып, үзбей араластырамыз. Себебі асты жабыс қалуы мүмкін. Жақсылап қуырып алған күріштерімізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Етті қуырғанда май мен су аздап қалған бағана, енді оның үстіне осылай пияздарымызды дөңгелектеп жинап шығамыз. Енді оның үстіне қуырып алған еттерімізді дұрыстап әдемілеп саламыз барлық жеріне. Одан кейін қуырып алған сәбіздерімізді де осылай дөңгелектеп қойып шығамыз. Сәбіздердің үстіне дәміне қарай тұз сеуіп жібереміз. Менде видеода көрінбей қалыпты. Енді үстіне қуырып алған картоптарымызды қойып шығамыз, әдемілеп дөңгелектеп. Оның да үстіне дәміне қарай тұз себес аздап қана. Енді бағанағы қуырып алған күріштерімізді жартысын саламыз. Ортасына қалауыңыз бойынша осындай горох, кукуруз сепсеңіздер болады. Қалғанын үстін жабамыз осылайынан күрішпен. Барлық күрішімізді бетіне тегістеп қойып шығамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз себеміз тағы да. 2-2,5 кружкада мен су құйдым, бетіне жауып. Одан кейін бір қайнаған кезде дәмін тұзын көресіздер, жетпесе саласыздар. Менде жеткілікті. Бетін аздап қана араластырып жібереміз де, одан кейін бетін жауып, оттың астын азайтып 20-30 минутта пісіріп аламыз. Міне күріштеріміз жабыспай, езілмей, жақсы болып пісті. Енді оны үлкенде ыдысқа салып аламыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан менің маклюбем ортасына қарай түспей қалды. Сүтін осылайна қасықпен басып жібереміз. Міне еттеріміз күймей әдемі болып пісті. Қаласаңыздар қалған пияздарды үстіне салсаңыздар болады, бірақ мен салмадым. Енді маклюбенің жанына осындай қияр мен қызанақты, ас көктерді салып, салатты жасап салып шықтым. Одан кейін бұршақпен жүгеріні де салып шықсаңыздар болады, оны өз қалауларыңыз бойынша айран немесе қаймақ қойсаңыздар болады. Мен айранды қойып шықтым. Ұнатпасаңыздар бөлек ыдысқа қойып қойсаңыздар да болады. Міне біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналыма әлі тіркелмесеңіз, подписаться кнопканы басып, жанындағы қоңыршаны басып қойыңыз. Алдағы уақытта рецепттерімнен жіберіп алмас үшін және керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.